Бүгін сіздермен қысқа арналған кәдеден жасалған икра, яғни кабачковая икра жасаймыз. Ең алдымен табамызға май құйып, майды қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне ұсақтап туралған жуанын саламыз. Келесі дәл осылай ұсақтап туралған морковьті саламыз. Морковь пен жуаны араластырып 5 минуттай шыжғырып аламыз. Араластырып болғасын үстіне ұсақтап туралған помидорды саламыз. Қайтадан жақсылап араластырамыз. Келесі үстіне дәл осылай ұсақтап туралған кабачкиді саламыз. Толықтай бетін жауып барлығына салып шығамыз кабачкиді. Кабачкиді салып алғаннан кейін үстіне шекер, тұз және қара бұрыш саламыз. Астын үстіне аударып барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғасын 40 минутқа бетін жауып астын бәсеңдетіп қоямыз. Яғни морковь барлығы жібу керек. Жібегеннен кейін блендермен езіп осындай масса жасаймыз. Масса жасап болғаннан кейін стерилленген банкіге құйып бетін жабамыз. Сіздерге рецепт ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан. Сау болыңыздар.